мектеп онлайн педагогтерге арналған жаңашыл мұғалім 2021-2022 байқауының ұйымдастырушылары. Байқаудың бірінші кезең жеңімпаздары, сіздерге осы байқаудың екінші кезеңінде сәттілік тілеймін. Өзімді таныстыратын болсам, мен Көкелек Мекен Нұрлайына 1965 жылы 1 қарашада Қызылорда облысы Қазалы ауданында дүниеге келдім. 1985 жылы Торғай облысы Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық институттың физика-математика факультетіне түсіп, аталған оқу орнын 1990 жылы аяқтадым. Арқалық қаласында өз мамандығым бойынша еңбек еттім. 1994 жылдан бастап Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында номер 274 Қазақ орта мектебінде физика пәні мұғалімі болып қызмет етемін. Педагогикалық еңбек өтілімім 34 жыл. Физика пәні бойынша лауазымым бірінші санатта мұғалім, біліктілік санат бойынша педагог зерттеушімін. 2021-2022 оқу жылында 11 сынып оқушысы физика пәнінің республикалық пәндік олимпиаданың аудандық және облыстық кезеңдерінен жеңіп шығып, республикалық кезеңіне жолдама алып, дайындық барысында жұмыс жасап жатырмыз. Сырдария білімділер академиясымен өткізген физика пәні бойынша оқыту сабақтарында 8 сынып оқушысы Өміртаева үздік нәтиже көрсетіп, 2-ші орынға иеленді. 2021 жылы оқу республикалық ғылыми әдістемелік және педагогикалық біліктілікті арттыру орталығы ұйымдастырған үздік автор байқауына қатысып, физика 7-ші сынып авторы бағдарламасының құраушысы ретінде жеңімпаз атандым. Білім Ленд компаниясының ұйымдастыруымен болып жатқан жаңашыл мұғалім 2021-2022 байқауына қысқа мерзімді жоспар жіберіп, өз тәжірибемен бөлісіп, 2-ші кезеңге өткеніне қуаныштымын. Байқаудың мақсаты педагогтердің білім беру саласындағы ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамуына қосқан үлесін тану және тарату, педагогикалық инновацияларды қолдау және көтермелеу, Қазақстан педагогтерінің өз тәжірибесімен бөлісіп, білім үстіне білім қосары сөзсіз деп ойлаймын. Математика және жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мектеп оқушыларының білім сапасының артуы, мұғалімнің қысқа мерзімді жоспарының тиімді, қолжетімді, оқушылардың функционалдық сауаттылығын жаңартылған әдіс-тәсілді қолдана отырып жүзеге асыруы. Оқушыларға білім беру барысында сабақтың ой қозғау немесе бекіту кезінде пиза тапсырмаларын беру тиімді, білім алушы табиғатта болып жатырған құбылыстарды сол күнге тақырыппен байланыстыра отырып орындайды. Физика сабағын өту барысында қолжетімді құрал-жабдықтарын пайдалануды барынша жүзеге асырып отырған жөн. Мысалы, топпен немесе жеке жұмыс барысында экспериментальді жұмыс жасаған тиімді. Оқушы сол тақырыпта айтылған деректерді пайдаланып, тәжірибе жасап, көз жеткізіп, есептеу жүргізеді. Сонымен бірге мектеп онлайн тапсырмасын сабақты бекіту немесе практикалық сабақ барысында пайдаланған тиімді. 7-ші сынып физика курсын бастағаннан оқушыларға үй тапсырмасы ретінде физикалық шамаларды есептеуге арналған тапсырмаларды орындауға, немесе белгілі бір құбылысты дәлелдейтін эксперимент жасап, бір-бірімен бөлісуге үйрету оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырады. Мысалы, жылдамдық, қысым, күш тақырыптарына көптеген эксперимент жасауға болады. 8-ші сынып бойынша жылу құбылысы мен электр құбылысына пиза тапсырмалары мен эксперименталь тапсырмалар қолжетімді. Электр құбылысы бойынша тізбекті құрастыруға топтық эксперименталь тапсырма ұйымдастыру оқушының қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар, өзі жасаған тапсырманың нәтижесіне көз жеткізеді. Бұл оқушының өзіне, білімге деген сенімділігін арттырады. 9-ші сынып бойынша тербелістер мен толқындар тақырыптарына жеке эксперименттік және пиза тапсырмаларымен оқушының білімін шыңдауға болады. Топтық жұмыстың нәтижесін көрейік. Бізде 3 топ: тізбекте жалғану тобы, параллель жалғану тобы және омзан. Бірінші топтың жұмысының нәтижесін бірінші тыңдап алайық. Тізбекте жалғануда қандай өзгерістер бар екен? Бізге берілген тапсырма осы суретті бірінші сызып алу және де тізбекте жинап, құрал көрсету арқылы электр шамдарының бойындағы және әрбір шамның электр кедергісін анықтау. Деректердің графикалық органайзер арқылы тізбекте жинауды түсіндіруіміз керек. Не істедіңіз керек? Алдымен біз тізбекте жинау үшін сызба алдық. Электр шамдарында
тізбекте жинағанда тоқ күштері бірдей болады. Қане? Оған амперметрдің көрсеткіштері дәлел. Ал терминдері әртүрлі болады. Вольтметрдің қосындысы, мынау жалпы вольтметрдің көрсетуін беріп тұр ма? Біз жалпы терминді табу үшін екі әртүрлі терминді қосып алдық. Ал кедергіде бұл жақта әртүрлі болады. Біз жалпы кедергіні табу үшін амперметр мен вольтметрдің көрсеткіштері арқылы екі кедергіні тауып, ал жалпы кедергіні тапқанда екі кедергіні бір-біріне қосып алдық. Яғни екі шамның кедергілері әртүрлі. Әр шамның кедергілерін табу үшін амперметр мен вольтметрдің көрсетуін пайдаланып тұрсыздар. Сосын жалпыны табу үшін екеуін бір-біріне қостық. Түсінікті балдар. Жақсы, рахмет. Интернеттің тепе-теңдік шартына байланысты мектеп онлайн сұрақтарына жауап беруде мына тұрған түсіндірменің бәрін біз білеміз. Өздеріңіз оқыдыңыздар, айттыңыздар, толық формуланың бәрі айтылды, міне жоғары қарай. Осы айтылып тұрған түсіндірме бойынша сұрақтар қойылады. Қанекей, бірінші сұрағына оқып кім жауап берем дейді. Айназарова келе ғой. Бәріміз тыңдаймыз. Күштер моменттерінің ережесін енді білдіреді. Күштердің моменттері тең болса, теңдік тепе-теңдікте болады. Сағат тілімен айналдыратын күш моменті сағат тіліне қарсы айналдыратын күш моментіне тең емес болса, енді тепе-теңдікте болады. Сағат тілімен айналдыратын күш моменті сағат тіліне қарсы айналдыратын күш моментіне тең болса, енді тепе-теңдікте болады. Күштердің моменттері тең болса, енді тепе-теңдікте болады. Менің жауабым үшіншісі. Сағат тілімен айналдыратын күш моменті сағат тіліне қарсы айналдыратын күш моментіне тең болса, енді тепе-теңдік. Басып көре ғой, дұрыс па екен көрейік. Дұрыс па екен? Түсінікті. Жауабын көтер. Дұрыс па екен балдар? Отыра ғой. Қане екінші сұрағында бір қара жіберейік, әр қарай жоқтар қараймыз. Қане кім шығады? Қасқырбаева келе ғой. Тесек. Неліктен аса нүктеден қарама-қарсы жақта бекітілген. Айналу осымен неғұрлым жақын күш түсірсе, есікті итеру соғұрлым жеңілдірер. Өйткені есікті итеру жеңілдірер. Айналу осымен неғұрлым алыста күш түсірсе, есікті итеру соғұрлым жеңілдірер. Айналу осымен неғұрлым алыста күш түсірсе, есікті итеру соғұрлым жеңілдірер. Жауабымды басадым. Екеуінде массасы көлемі бірдей, бірақ олардың тығыздығы әртүрлі болып келеді. Оларды судың ішіне батырсақ, осы тығыздығы үлкен көбі судың астына батып кетеді. Ал тығыздығы кішісі ол судың түбесінде қалқып жүреді. Өйткені бұл шариктің тығыздығы судың тығыздығынан кіші болып келеді. Ал судың түбіндегі ол судың тығыздығынан жоғары болып келеді. Бұл экспериментті жасау үшін бізге ең алғашқы тәлекенің ішіне су құйылу керек еді. Су құйылғаннан кейін тәлекенің бетіне шырпы тығылған өзіміздің губкамызды қалқытып қоямыз. Ол шырпыны жандырамыз. Жандырып болғаннан кейін келесі шырпымызды өшіріп тастап, банкыны үстіне жаңағы жанып тұрған губкамыздың үстіне басамыз. Сол кезде банкының ішіндегі ауа қысымы жоғары көтеріліп, астағы суды өзінің ішіне суырып алады.